Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып, тауық еті қосылып жасалатын палау дайындаймыз. Ең бірінші біз тауықтың төс етін зәйтүн майымен қуырып аламыз. Тауық жартылай қуырылып болған соң оған тұз қосамыз, паприка және де қара бұрыш қосамыз. Дәмдеуіштердің үстінен ұсақтап туралған пиязымызды қосамыз және де барлығын бірге қуырып аламыз. Қазаннан бөлек орын дайындап алып, ол жерге томат пастасын салып қуырып аламыз. Осылай томат пастасын бөлек қуырып алу керек, өйткені томат пастасында бір қышқыл дәм болады, сол қуырылып кетсе, сіздің палауыңыз дәмді болып шығады және тамағыңыздан қышқыл дәм бөлінбей тұрады. Қуырылып болған соң барлығын бірге араластырып, олардың үстінен ұзынша етіп туралған сәбізімізді қосамыз. Сәбізді тауық етімен араластырып, етін жауып 5 минутқа қалдырамыз. Күрішімізді алдын ала салқын сумен жуып, оны салқын суға бұқтырып қоямыз. Шамамен 5 минуттан соң күрішке су құямыз, 100 мл су құямыз және де қақпағын жауып, сәбізді жұмсарғанша бұқтырамыз. Сәбізіміз жұмсар болды, енді біз оған күрішімізді қосамыз. Менде лазер күріші. Күрішті салып болған соң біз оны тауықпен, сәбізбен араластырмаймыз. Бір келкі етіп, тегіс етіп, бетіне жайып шығамыз. Және де су құямыз, суды көп құйып қоймаңыздар. Күрішті кішкене ғана жапса жеткілікті. Қайнаған су құйғандарыңыз дұрыс болады, өйткені мұздай су құйсаңыздар, оның пісуі ұзақ болып кетеді және мұздай суда күрішіңіз тырысып қалуы мүмкін. Сол үшін қайнаған жылы су қостым. Күріштің түсі сап-сары болып, әдемі болып шығу үшін мен арнайы куркума деп аталатын дәмдеуіштен 1 шай қасық қостым. Оттың астын барынша қатты қойып, суы тартылғанша қайнатамыз. Міне осылай су тартылып қайнау керек. Күрішті жан жағынан қазанның ортасына жинауға да болады, суы тез тартылып кету үшін. Егер сіз күрішіңіздің қатты шашыраңқы болып, құрғақ болып шыққанын қаласаңыздар, суының толықтай қайнап кетуін күтесіздер. Бізге сәл жұмсақтау болған ұнайды, сол себептен мен осылай демдеймін. Жан-жағын бәрін жинап, ағаш таяқшаның көмегімен арнайы
ауа шығып тұратын, артық су шығып тұратын тесіктер жасаймын. Біз күрішімізді демдеп болдық. Енді отты баяулатамыз. Ең аз, ең төменіне қоямыз. Және де күріші піскенше қақпақтың астында пісіреміз. Шамамен 20-25 минут. Біздің палауымыз осылай дайын болып шықты. Енді оны ас көкпен, көк пиязбен, кәдімгі ақ пиязбен әсемдеп шықтым. Біздің ПП палауымыз дайын, яғни дұрыс тамақтану барысында дайындалған палауымыз дайын. Артық майсыз, артық тұзсыз жасалған, өте дәмді болып шығады. Біздің отбасымыздың көңілінен шықты, сіздердің де отбасыларыңыздың көңілінен шығарына сенемін. Менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған арайлым. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.